Тоқта, деді Тыртықбет, қолындағы құндақтаулы баласымен қоса, мұны мәшинеден жұлып алған бойда жол шетіндегі жыраға қарай дедектете жөнелген жиренге. Балалы әйел бізге керек болады, ақымақ. Көз ұрышын. Сұсты жемтігінен жасқанған жирен жынын алған бақсыдай боп жуаси қалды. Тыртықбет сірә бастығы болу керек, қорқады екен. Сөзін екетпей құшағындағы олжа келіншекті босата берген. Жемтік көрген аш қасқырда екі көзі қанталап аласұрған әлгіндегі бір сұрапыл кейіпті де ізім қайым. Құйрығын бұтының арасына тыққан ұры итке ұқсап, сүмірейген күйі сөлбірейіп барып, анандай жерге қасат қар үстіне атып ұрған құндақтаулы сәбиін де әкеліп қолына ұстатты. Есі шыққан сәрби өзіне өзі келіп болар халде емес. Өң мен түстің арасында күй кешуде. Көз алдында өтіп жатқан тек шетелдік кинолардан ғана көретін мына сұмдықтар ақыл есін ауыстырып жібергендей делдал. Тұла бойы қалш-қалш етеді. Басы мыңдың. Апырау, жаңа ғана жып-жылы мәшіне ішінде құйқылжыған ән тыңдап тәп-тәтті қиял бесігінде тербеліп келе жатпап еді. Көзді ашып жұмғанша айтпақшы, айтбек қайда? Астапыралла, мынау дию кескіндес Тыртықбеттің қайдан шыға келгенін білмейді ал. Шелегін көтеріп бұларды тоқтатқан ана жирен болатын. Ойында дәнеңе жоқ айтбек. Алда байқұсай, мына суықта сорлаған екен-ау. Қой, бір шелек бензин берейін деп қаннен қаперсіз мәшинеден түскен сол. Мәшинесінің артын ашып құнжыңдап жатқан секілдеді. Енді бір қараса, сарт етіп оқыс жабылған мәшине қақпағының жанында Тыртықбет тұр, таудай болып күжірейіп. Айтбек ылым-жылым, о тоба. Түксиген Тыртықбеттің ым қағумен шелегін тастай бере, жирен де бұған ұмтылған. Қас қағым сәтте дүниенің не боп кеткенін біле алмай, мәңгірген келіншектің екі көзі мәшиненің багажник аталатын артқы жағында. Өзі де қалауыштай ғана Айтбекті ана қара дию екі бүктеп соның ішіне тығып жібергендей көрінген. Онда тойға кетіп бара жатқан екі-үш жәшік арақ бар еді. Біреу әне Тыртықбеттің қолында жүр, қалған жерге түсіріп қойыпты. Екі көзі құтырған иттің көзінде қып-қызыл, қабағы түксиген қара диюдың кеспірі адам шошырлық. Оң жақ беті көзінің алдынан езуіне шейін шор боп біткен білеудей тыртық. Қатулана иек қағуы мұң екен. Майлы қасықтай лыпылдаған жирен екі жәшік арақты алып, әлгінде өзін сүйреген жыраға түсіп жоқ болды. Іле қайтып оралып, Тыртықбетке айтқызбай мәшинеге отырды да, әлде қайда жүйткей жөнелген. Тыртықбет келіншекті ертіп, жол жиегіндегі тік қабақтан төменге ойпанға түсті. Қабақ тым биік болғандықтан бұл жерден жол үсті көрінбейді екен. Сәл әріректе апандай үңірейген үлкен жыра байқалады. Оған келіп кірген мәшиненің ізі жатыр сайрап. Сәрбе ес-түссіз. Осының бәрін тек көзімен ғана өткеріп тұрғаны болмаса, санасына ештеңе жетіп болар емес. Бап кейес, гүр еткен Тыртықбет тілге келді. Алғаш рет хайуан кеспірлі диюдің адамша тіл қатқанының өзін дәтке қуат еткен келіншек ұйқыдан оянғандай селт етіп серпіліп қалған. Айналайын, садаған кетейін. Мә ал. Бәрі сенікі, ал деп қолындағы жүзіктері мен сағатын құлағындағы сырғасын апыл-ғұпыл сыпырып ананың алдына тосты. Тек шыбын жанымды қия көр, мұсылман шығарсың, мұсылманшылық жаса. Не істе десең де көнейін, тек баламды өзімді. Не айтып не қойғанын пайымдап, таразылап жатар мұршағайда. Аузына келгені ақтылып, асығыс-үсігіс кетіп жатыр әйтеуір. Басында ишарамен ғана ым қаққан, оны мылқау шығар деп ойлаған. Олай болмағаны қандай жақсы. Әйтеуір жалынып жалбарынуға, жағдайын түсіндіруге мүмкіндік бар. Тым болмаса, мұсылманшылығың қайда? Вот, этого хочешь? Иегімен кіндігінің астын меңзеген қарақшының Тыртықбеті дірілдей жиырылып, аузы бір жағына қисайып кетті. Оның сайық-мазағын басқаша түсінген келіншекте жан қалар емес. Мейлі, өзің біл, садаған кетейін тек деп аяғын құшуға әзір. Шыбын жаны үшін бәрін тәрк етуге бар. Бір жағынан басқа ойлар дәнеңе жоқ, ештеңе қалмаған. Бәрі жанының садағасы. Ал шыбын жаны осы Тыртықбеттің қолында. Оған көзі әбден жетті. Жирен болса оны құзырындағы қол баласы. Айтқанын не кетпейді. Не бұйырса да ләппай. Бар болса ақшасы құрғырды аямас еді. Қайдан? Тойдың оны-мұны ырым-сырымына керекті дүниелер алып сарқып алған. Аузын аулаған күйеуінің жол қаражатына қалдырып, өзімні Айтбек ауылдасының дайын мәшинесімен жетіп алмақ болып жолға шыққан бет еді. Қызметтегі күйеуі Құдай бұйырса сенбіге қарай жетпек. Қай қырсықтың шалғанын, қандай қылығынан, қандай күнәсынан тапқанын. Қолға түскен еліктің лағындай ендігі пұшаймен халі мынау. Жетер, ұлыма, деді. Келіншек ұсынған асыл дүниелерді
мұқият үңіле отырып, бір-бірден қойын қалтасына сүңгіткен тыртық бет. Айтқанын декетпей жақсы қызмет етсең, жаның олжа, балаңда. Құлдық, айт, не істе десең де. Тыртық бет ыңырана отып шартын қойды. Ол жас баламен ессіз далада жол тосқан әйел болып көлік тоқтату, жеке дара жалғыз жарым келе жатқан мәшинелерді. Сенің бізге көрсетер көмегің осығаны дейді. Қалғанын бізге жібер. Мол олжаға кенеліп жатсақ, еңбегіңді жемейміз. Тиісті еншіңді аласың. Бізде бәрі әділ. Сәрбидің тұла бойы шымлал шаққандай шымырлап қоя берді. Өте ауыр шарт. Бейкүнә біреулердің қанын мойнына арту. О, сұмдық-ай, қай құдай атып еді мұны. Мыналардың түрі жаман. Жол торған қарақшылар болып шықты. Қарақшы болғанда да нағыз баскесер қан шерлердің өзі. Түрмеден қашқандар болар сірә. Жан түршігерлік кеспірлері соған саяды. Әй, аңқау айтбек-ай. Ендігі амалдары мынау. Жол тосқан балалы әйелге жаны ашып екінің бірінің тоқтауы даусыз. Тыртық бет оны жақсы біліп отыр. Ал ол жанашырлықтың аяғы не болмақ? Астапыралла. Өз ойынан өзі түршіккен келіншек әке көкелеп ананы райынан қайтармақ ниетке көшіп еді. Жоқ, маған ақылдың керегі жоқ деп тыйып тастады. Дию өзіне дүрсе қоя беріп. Келіспейді екенсің, ана жиреннің құзырына берем. Тулақ шайлеп, тозаңды шығарады. Көрдің ғой, жап-жаңа жараған бурадай шабынып тұр. Осы сәт жалаңда болда жеткен. Все, шеф, шито крыто деді алахан сықлап. Мәшіне де айтбекте жоқ. Сәрбидің денесі тітіркеніп, жүрегі суылдады. Шынымен-ақ қыңқ деуге шамасын келтірмей, дымын өшіргені ме? Еркек оны тышқан құрлы көрмеген бұлар, мұны не қылсын? Тек мына әжептеріне жаратып алу ғана пиғылдары. Одан соң санасы сансырап, апас-қапаста басына бір ой кіріп, бір ой шығуда. Біресе тойға дайындалып жатқан ауылдағы қара шаңырақ елестейді көзіне. Біресе қаннен қаперсіз танау пысылдап ұйықтап жатқан сәбиін ойлап іші қанжылайды. Күні не болмақ? Су ішкілігі, көрер жарығы бар ма жоқ па? Дүниеге келмей жатып, о Құдай, не жазып едім соншама? Періште сәбидің кінәсі не? Өзің қойшы, пенде болған соң осы ғұмырының шалыс басқан жерлерде жоқ емес шығар. Бірақ дәл осылай төбесінен сілейіп тұрып, ұратында иттігі жоқ секілдеді. Бұл не қорлық, бұл не азап? Азап ойы қаза болып тұрып, өміріне бірінші рет өзінің еркек алдындағы дәрменсіздігіне мойынсұнып, бармағын тістеді. Күйеуінің екі аяғын бір етікке тығып, төбесіне шай қайнататын көк долылығы түкке тұрғысыз, жай әншейін бір жалған қоқан лоққы ғана екен. Можан Томпай байқұстың жуастығын пайдаланғаны болар. Әйтпесе еркектің аты еркек емес пе? Қадырын білмей келіпті-ау. Бар билікті өз қолын алып, айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізгендігі ерлік санап жүріпті-ау. Сөйтсе онысы барып тұрған еркек кіндіктіні қорлау екен ғой. Соған ақылы ой өрісі жаңа жеткендей, тәубесіне келіп отыр. Иә, басына мықтап тигенде, кеште болса. Құдай ұрса мұны осы астамшылық үшін ұрғанда шығар. Өзге күнәдан құлан таза екендігі бір Аллаға аян. Қанша шиыр қиырып, бір шыбықпен айдағанмен Құдай қосқан мұқашына адал болуға тырысып-ақ келеді. Ал мына қатерлі өткелде жан үшін, титтей нәрестесі үшін түзу жолдан тайып, сол ақтығына кір шалдырар күн туа қалса, бір Құдайдың өзі кешірер. Күйеуі де басының аман қалғанына қуанар. Әй, бірақ қайдам, мыналардың түрлері жаман, қандары бұзылған. Әсіресе отша жайнаған қанды көздер тымыр үйлі. Есірткі шегетін бәлілер болмаса не қылсын? Тірі жібере қоюлар екталай. Сонда не істеу керек? Қалай еткені дұрыс? Айтқандарына көніп, мынау қол үстінде тұрған тағдырын сәлде болса соза түскені жөн бе? Әлде қалай еткен күнде де бір тажал сағатының жақын екендігін қу жан сезгендей. Ендеше бейкүнә біреулердің қанына ортақ болып өлді не, өз бетінше ажалын тапты не, бәрібір емес пе? Осы бір берік шешімге бел байлай берген сол еді. Қарынан жылқып қалған оқыс қимылдан селк ете түсті. Бол тез, көнесің бе? Қанын ішіне тарта ақырып тұрған тыртық бет екен. Ендеше балаңмен қоштаса бер деп жиренге иек қақты. Жан қалтасынан жып еткізіп, 200 пышақ суырған анау екпінді келген бойда құндақты жұлып алып, орауын кескілеп шеше бастады. Сыртқы қалың көрпесін лақтырып тастап, әлденен сезгендей шар-шар еткен балпанақта сәбиге пышақ ұстаған қолын көтере бергенде, ананың шырқыраған жан дауыс шығып кетіп еді. Жоқ, көндім, көнем деп жанындағы тыртық беттің аяғын қалай құшақтай алғанды аңдамай қалды. Келіншектің аузын күректей күс-күс алақанмен баса қойған ол, міне өстіп жөніңе келмейсің бе одан да деп қолтығынан демей тік тұрғызып алды. Давай, тез жолдың жиегіне шық, уақыт жоқ тәжікелесіп тұруға. Онсыз да бағанадан 2-3 мәшинені жіберіп алдық.
Тез, шефінің бұйрығымен жирен жүгіріп барып, жырадан дәу қара сөмкені мықшия көтеріп келген. Баратын жерің Сарыөзек, мынаны багажникке салуын өтінесің деді. Міндетін тәптіштей түсіндірген Тыртықбет. Бұлтақтаймын деп ойлама, біз мына қабақтан бәрін аңдып жатамыз. Сәл сезік туғыздың екен, тіл тартпайсың, ұқтың ба, көрдің бе дегендей, ышқырынан суырға тапаншасын жоғары көтере бір білеп, қайта орнына тығып қойды. Жарайды, о не дегенің? Шыбын жаным үшін, балам үшін. Осылайша кесіп-пішіп, жол жиегіне тырмыса бергендер сол еді. Кенеттен гүрсеткен мылтық үні үшеуінде естерінен тандырды. Бірінші болып жол жиегінде жалп ете түскен жирен тұздай көзі жапалақтап, сұраулы кейіппен Тыртықбетке одан әрі арттағы жыра жаққа жаутаңдап тілсіз жатыр. Суылдаған жүрегі кіндігіне бірақ түскендей болған келіншек демі бітіп, құрыдым деп ойлаған. Идиот деді, сәлден кейін барып, зілдене тілге келген қара дию жыра жақты ала көзімен ішіп жей. Бүлдірді бәрін. Кеттік. Атып тұрған бойда келіншекті де орнынан жұлып алып, төмендегі жыраға қарай дедектете жөнелді. Бір қолтығында ораулы бала. Қатты қысып жібердім бе? Бағанағыдан кейін үні өшіп тынған. Өлі екені тірі екені белгісіз. Тыртықбеттің аузы жабылар емес. Жирен серігіне асыға-аптыға әлденелерді түсіндіріп деп елеп келеді. Сәрби бірін ұғып бірін ұқпайды. Ұзын ырғасынан аңдығаны бір сүргін таянған секілді. Мына мылтық үнінен кейін жол бойында қалуға болмайтын көрінеді. Диюдің есін алып дегбірін қашырған осы екен. Басы артық жүктің керегі не деді? Тыртықбетке алғаш рет тіке қарап тілге келген жирен сұраулы кейіппен. Аяққа оралғы қылмай, осында-ақ оның нені меңзеп тұрған тоқ түсінбесе де, Сәрби қатты тіксініп қалды. Қайтсе де сөз нобай жақсы емес. Арақты ана зілдей қара сөмкені айтып тұрған шығар деген екінші бір дәмелі оймен өзін-өзі алдап қояды. Екі көзі бар есіл-дерті Тыртықбетте. Ол не үкім айтар екен деген үмітпен жалтақтай береді. Өз шаруаңды біл, жекіріп тастаған дию от алдыр тез деді оған. Жыра жақты егімен ұстап, ол бізге әлі керек болады, күніміз үшін. Келіншек жаңа байқады. Анандай жерде апандай жыра түкпірінде су жаңа қара мәшіне тұр. Қандай маркасы екенін айыра алмаса да, шет елдік екені айдан анық. Ты что, старый козел? Мәшіне жандарына келіп, тоқтар-тоқтамастан оның ішіндегі әлдегімге дүрсе қоя берген. Тыртықбет ашуын басалар емес. Жын ұрды ма сені? Өзіңді өзің мен мұндалап, артқы есіктен Сәрбиді ішке атып ұрып, өзі отырар-отырмастан кеттік деді ышқына. Тауға, кардонға тарт. Өзі мұндай қару болар ма? Тығыншықтай келіншекті бірақ қолмен ұршықша үйіргенде жел қуған қаңбақтай дедек қақтырады. Түкпіргі орындықта шолжиып тағы бір күйек сақалдысы жатыр. Удаймас. Тыртықбеттің күйіп пісе апшысын қуырып жүргенінде осы болса керек. Қолында оңғысы жылан үніндей боп өңіреген сұп-суық тапанша. Последняя пуля деп ыңырси әндеткен болып келіншекке орай ошарылды да көз жайнап сала берді. О, баба, долгожданная моя. Бас салып мойнына оралып, сүймек болып өліп өшіп барады. Демі мұндай сасық болар ма кәпірдің? Жан дәрмен теріс айналып, Тыртықбетке қарай ысырылған. Онсыз да жыны құрысып отырған қара дию оны шақшыттан бірақ ұрды да қолындағы тапаншасын жұлып алды. Сөйтті де сол жамбасын аудара, мәшіне есігіне сүйете қылжита салды. Шаруаң болмасын менің еншімде. Малшылар ауылына қатынайтын қатақ қарлы сүрлеу жолмен мәшінені ұшыртып келе жатқан жиреннің тұздай көзі алдындағы айнадан осы кез жарқ ете қалып еді. Онан қарған келіншектің жүрегі зу ете түсті. Әттең, оқ жоқ дейді ыңырсып. Бір бүйірінде бүктеліп жатқан күйек сақалда қарап қалмай. Әйтпесе тура екеуіңді де дуэльге шақырар едім де, мына тузенкамды өзім иеленер едім. Ақмақ деді шыдай алмаған Тыртықбет. Қаны қарая, бұл әйел болмаса біз ертең аштан өлеміз. Онсыз туземдіктер сені маңына жолата ма миғұла? Тыртықбеттің өзіне таскенеде жабысуының сырын Сәрби енді аңғарғандай. Бұл тау өңірін жайлайтын малшылар мен қорықшылардың дені қазақтар. Бағанағы көзір деген сөзінің мәні жетесіне жаңа жетті. Қара диюдың айласына құрық бойлар емес. Ақ қар көк мұзда балалы әйелге қамқор боп жүрген бұларды кез келген мал шүйіне кіргізбегенде қайтсын. Құшағын ашып құрақ ұша қарсаларында біліп отыр. Ал оның соңы не болмақ? Мәшіне жеткен жерге дейін малшылар ауылын сағалап барып, тау арқылы көрші елге өтіп кетпегі ausыра. Түпкі мақсаттары, сөз сыңайлары да ыңғайлары да дәл солай. Жаймен кетсе бір сәрі, жол жөнеки қанша қанды оқиғалардың күтіп тұрғанын бір құдайдың өзі білсін. Сыйықтары жаман, бұлай елсізге шыға бере, мына үш жазбан бір келіншекке
таласып қырық пышақ болса қайтпек, не айла, не амал бар, тығырықтан шығарар. Басы деген құмырсқаның илеуіне қат-қабат, алақұйын ойларға толы, бірі кіріп, бірі шығып, ақ түтекте үйтіп келеді. Бәрінен де ауылдағыларды айтсайшы, тойға дайындалып мәра-сәре болып жатыр-ау, әне-міне келіп қалар деп елеңдеп күтіп те отырған шығар. Қуаныштың аяғы азаға ұласып, астапыралла, Құдай өзің жар бола көр. Алланың жебеуімен ғайыптан тайып тірі қалған күннің өзінде тойға жету-жетпеу екіталай. Өйткені мүлде қиыс кетті. Әлі қанша жүрерлерін кім білсін. Құда жекжат қонақтарға дейін тегіс құлақтандырылып шақырылып қойылған. Апырай, келіннің аяғынан деп, бұл не қорлық. Інісі де алып ұшып аяқ асты. Әй, адам сүйер қылық жоқ-ау. Жазға қара үйлен тұра тұр деп Құдайдың зарын қылып еді. Білгенде екен-ау. Оған көнер қазіргі жастар ма? Тосуға уақыт жоқ. Келін ауыр аяқ көрінеді. Бұлар ырылға жырғалып, тойға әзірленіп болғанша босанып қалуы мүмкін. Сөйтіп аттың жалы түйенің қомында, қыстың көзі қыраулы дегенге де қарамай апай-топай тойға әзірлікті бастап кеткен сыңайлар болатын. Сәрбидің басына тұңғыш рет өлім мен өмір, қуаныш пен қаза жайлы аумалы төкпелі аласапыран ойлар келді. Інісі ғой үйленіп, отау тігіп жаңа өмір бастамақ. Ал бұл ше, мұның өмірі быт-шыт болып үзілуге, жалп етуге, сөнуге таяу. Тағдыр жазмыш деген осы мекен. Кейінгілердің өмір сүру үшін алдыңғылардың жер үстінен қарасын өшіру керек пе? Олай болса, солқ етіп кілт тоқталған мәшіне екпіні омыраулата әкеліп алдыңғы орындыққа бірақ ұрғанда барып, есін жиғандай болып өз-өзіне келген. Жеткен жеріміз осы шығар. Келдік білем. Күйінген жерін мәшінеден атырыла шығып, о-жақ бұ-жағына астына үңіліп жүр. «Все, шеф, крышка», деді. Марғау қимылмен сыртқа шыққан тыртық бетке қолын айқастыра көрсетіп. «Картер капут. Таспақаша тырбиған немені сен де жер-көкке сыйғызбай, жаңағының шестеркасы мың есе артық еді одан да. Жолдың мұндай тасты екенін қайдан білейін?» Жирен де өзін тұқыртқан дыюдың алдында ақталғандай болып жатыр. Қар басып жатқан шығар деп. Екеуі абың-гүбің сөйлесіп сыртта біраз тұрды. Әлде қандай бір темекі орап тартты. Келіншектің екі құлағы олардың сөзінде өпі тұрып қалғып шұлғыған болып тың тыңдап отыр. Сақалды не істейміз, не істеушек қалады да. Әңгіме төркіні күйек сақал жайында сияқты. Жаңа байқады. Сол жағын ала қылжиған оның арғы аяғы балтырларынан төмен ала жаралы екен. Қанша қабат етіп шанди таңып тастаса да қаны сыртына шыға қызылдақтанып тұр. Арақтың бума оны сезер ол жоқ. Қаннен қаперсіз қорылдап қылжиып жатыр. Осы жерде өз қолымызбен тапсыра салсақ жоқ болмайды деп қарсы дау айтты тыртық бет. Оның мәшіне ішінде тірі қалғаны керек бізге. Ізімізге түскен тіміскілер болса осы олжаға мәз болып кері қайтар. Бізді де осы маңның бір жерінде үсіп өліп қарасында қалды деп ойлайды. Осыны айтқан дыю айналасына күнбатыс жаққа бір қарап алды. Көремісің, бүгін ертең бұл өңірде ауа райы бұзылып, қарлы боран болғалы тұр деп сөзін жалғады. Ол біздің пайдамызға шешілмек әрине. Зәлім бәрін біліп пішіп отыр. Тау мінезінде жітік білетін жырынды болды бұл. Тегін емес. Келіншек ашық қалған есіктен басын шығарып айналаға көз жіберді. Екінтіге ауған күн қызыл құлақтанып батыс көкжиекті ақ бурыл шуда бұлттар торлай бастады. Тұрған жерлері дөңестеу қырқаның үсті секілді. Айнала бір-біріне иек арта сұлаған сілем-сілем тау жоталары. Мәшіне айналасы айтақыр боп тапталған қатқақ қар. Мал аяғынан әбден таптауын болғанға ұқсайды. Әрегіді қатқан құмалақта байқалмайды. Демек малдауыл шопан отары қашық емес. Бәлкім мынау алдарындағы сай аңғарында. Не жури старик деп қара дыю әлде бір сұйық затты бүлкілдетіп құя бастады. Алып қой, сәл шыдасақ, ертең осы уақытта құтыламыз бұл тозақтан. Жит будем. Мәшіненің ық жағына жайғасқан екеуі ащы сумен көңіл жұбатып, бұларды мүлден естен шығарғандай. Ертеңгі емін-еркін ас-тас бейіш өмірлерін қиялдап, даурықса бастаған. Үшіншісі ес-түссіз қылжиып ол жатыр. Нағыз оңтайлы сәт. Келіншек алдымен жайлап мәшінеден өзі түсті. Аналар елер емес. Даурығысқан дауыстарына қарағанда әжептәуір болып қалған сияқты. Я Алла, өзің жар бола көр деп баласын қолына алған бойда мәшіне тасасымен шегіншектей бір аттап екі аттап алыстай берді. Сөйтіп барды да өздері әлгінде келе жатқан сүрлеу жолмен қапталдастан терең сайға түсіп алып, алға қарай тартып кетті. Жорамалы түйсік алдамапты. Сай ішінде жалғыз аяқ жол бар екен. Аттылы жолаушылардың көбінесе осындай сай аңғарын қуалай жүретіні бала кезінен жадында. Сәрбидің ойы да сол сай ішіндегі алғашқы шопан отарына иек арту. Кейін қарай жол жоқ. Қайда ит арқасы қиянда қалған
күре жолға жетем дегенше үсіп өлер. Дұрысы осы. Мына екі аяқты хайуандардан құтылып, адамдар арасына бір іліксе болды. Одан арғысын пешенесінен көріп алар. Елші ғой, өлтірмес. Байтал түгіл бас қайғы, той жағы ұмыт болған. Ендігі бар есілдерді қайткен күнде шыбын жанын ажал тырнағынан, ана жыртқыштар аузынан қалай арашалап аман алып қалу ғана. Аяғына тимей тартып келеді. О жаратқан жаппар ием, өзің медет бер. Арт жақтан жөкірген дауыс шықты. Алдын ора жылдам, сыболыш деп жер жеберіне жеткен тыртық бет, жирені теріске беттегі қалың қарға айдапты. Қара санынан омбы қарға көмілгеніне қарамай, бұзып жарып алдын орамақ пиғылмен қабырғалай салып келеді. Дию өзіне түсіп өкшелей қумақ, қолында тапанша. Тоқта атам деп ақырады. Салдақы қаншық. Осыдан қолыма түссең керіп қойып өлтірем. Аузы толған боқтық. Екі сөзінің бірі осы тек. Тұлан тұта жынын құсқан, оның зәрлі сөзіне құлақ асар шама қайда. Атса атып-ақ тастасын бүйтіп қорланғанша деп, ашынған келіншек өкпесі өше алға ұмтылды. Енді бәрібір қолға түссе аямасын біледі. Бірақ салт басты сабау қамшылы қарақшылар қойсын ба. Балалы әйелді әнем-негенше екі жақтан да тықсыртып аттатпауға таяп қалған. Діңкесі құрып алға шыққан келіншектің жаны мұрнының ұшына тақалды. Бітті, құрыды бәрі. Араша түсер, қорған болар, тірі жан жоқ. Қыстаудан да белгі білінер емес. Қап тым болмаса алдағы мына бір тұмсықты айналып үлгергенде, кім біледі бәлкім. Осы сәт иттің ұлған үні жеткендей болып елең еткізген. Я сәт, Құдай, бар назары алға жақта болып, өліп өшкен келіншек жан далбасамен байқамаса керек. Қысыла-қыңсылаған ұлған дыбыс екінші ретінде бір бүйірден тіпті жақыннан естілгендей көрінгенде, жалт қараса, о тоба, оң қапталында қалып бара жатқан кішкентай төбешіктің үстінде шоқиып бірдеңе отыр. Ит екенін, қасқыр екенін айырып болар емес. Тұмсығын көкке созған күйі уілге басып, қыстық аулайды. Сол екен, дәл осындай уіл екінші, үшінші төбеден де қосыла берсін. Іркес-тіркес иегі артып жатқан төбешіктердің үсті әп-сәтте қара құрым тық құлақтарға толып кетті. Қасқыр, үйірлі қасқыр, оған келіншектің шүбәсі қалмады. Шоқиып аспанға қарап ұлып отыр. Олар да өз секілді көктегі жаратушынан жәрдем күтіп, жалбарынғандай, көмек сұрағандай. Тоқта сайқал, артына жалт қараса жан алғыш әзірелдей боп деміккен тыртық бет жетіп қалыпты. Қып-қызыл екі көзі жай отындай жарқ-жұрқ етіп әне-міне бас салып жөндей түтуге әзір. Әне сайдың табанына ілінген жирен де алдын орай бері салды. Есіне әлдеқайдан сап етіп көне бір абыздың шежіресі оралсын. Сонау бір көне заманда түркі тайпаларын жау шауып өшіккен дұшпан күллі елді тып-типыл еткен. Қастасқан жаудың көздегені түркі тұқымын жер бетіне мүлдем өшіру. Бірақ біздің бақытымызға орай Әшін деген жалғыз бала ғайыптан тірі қалады да, оны көк бөрі асырап өсіреді. Міне біздер содан тараған атамыз Әшін, анамыз көк бөрі дара бөле әулетпіз. Туымыздың ұшына қасқырдың бас суреті ілінетінде содан. Келіншек үшін ендігі қалғаны бірақ шешім, бірақ өлім, ақ өлім. Осы бір ұшқынды ой басына сап еткен ол, ешбір ойланбастан үйірлі қасқыр шоқыған төбеге қарай жан ұшырады. Екі аяқты хайуанға қор болғанша арланға жем болған артық. Мұны ол дәл сол сәтте-ақ өлімге санаған. Содан болар, еш шімірікпестен, жүрексінбестен бағанаға алғашқы қасқыр көрінген шағында төбешікті бетке алып тізеден қар кеше аласұрап келеді. Абырой болғанда екі көзі бұда болып ентелеп келе жатқан қара дию сай табандағы қақпа тастардың біріне сүрінді ме кім білсін, оңбай құлап біразға дейін ауырсынып тұра алмай қалған. Оның бәрін тек құлағымен ғана естіп, сезім түйсігімен ғана сезіп келе жатқаны болмаса, артына қарап жалтақтауға мұрша бар ма? Алдын орағытқан жиренмен арасының біраз екенін жақсы біледі. Ұрымтал сәтті пайдалана жан алып жан бере жүріп, міне арлан қасқыр шоқыған төбешікті де жарым жартылап қалды. Оның осы үйірдің арлан екенін бағана төбеге бірінші боп шығып өзгелерге белгі бергеннен ақ топшылаған. Тым болмаса осы байқұсқа азық болу ендігі бар қалған далбаса ойы. Өрге қарай жанталасқандықтан өкпесі өшіп қолқа суыдай ашыды. Аяқтан да дәрмен кетіп тізесі бүгіле берген соң бір қолмен жер тіреп еңбектеп жылжуға көшіп еді. Кенет айналасы көз алды ақ түтек бұрқасынға оранды да кетті. Сол бұрқыраған қарлы боранның арасынан ар етіп бірақ ырғыған арланның қарауытқан сұлбасын көз шалып қалған. Бітті. Екі көз тарс жұмулы. Шөге түскен күйі әніне үстіне кеп қона кетер арланы талқысып күтіп өң мен түстің арасында біраз жатты. Гүр етіп бірден көк желкеден ала түсер деп тұла бойы суып сала беріп еді. Жоқ, өйтпеді. Тым тырыс. Жайлап көзін ашса
әлгіндегі бұрқасын да сап басылыпты. Көз алды ап-ашық. Арлан да, үйірлі қасқыр да жоқ. Өзіне өзі келіп ептеп жан кіре бастады. Қол-аяғы 12 мүшесі дін аман. Сәлден соң барып, құлағына ию-қию азан-қазан шуыл жеткен. Шуыл шыққан соңғы жағына қараса, алапат майдан сай ішінде екен. Анталаған үйірлі қасқыр өзін өкшелей қуған жаңағы екеуді ту талапайын шығара көкпар ғып тартып жүр. Ар-гүр еткен тағылар үніне аналардың ышқынған жан айқайы қосылып, төбе құйқасын шымырлатты. Тапаншасы қайда? Әлде мына үйірлі қасқырға ол бұйым болмады ма екен? Негізінде сонысының оғы жоқ болар-ау. Таусып алған ғой. Сай табаны түте-түте, шашылған киім бір жерде, тымақ бір жерде, етік бір жерде, мақтасы бұрқыраған әскери жылы күртешелер, қарысты қып-қызыл алақан. О, сұмдық-ай, көрсетпегенің осы ме еді жаратқан? Жаңа ғана жан алғыш әзірелейді боп, апшысын қуырған екеу олым жылым. Қолы-қол сан-сандай мына үйірлі қасқырдың жемтігіне айналған. Әлсізін әлсісі талаған о сұм дүние, ақыл ауысқан жандай меңзең. Құндақтағы баласының қыңқылдай бастағанын да сезбей, осылайша мәңірейіп отыра берер ме еді? Қайтер еді? Айналасын құйындата келіп төбе басына қонған тік ұшақтың құлақ жарды гүрлі есін жиғызғандай болды. Дабырлай түскен бір топ адам осылай қарай жүгіріп келеді. О, жаратқан ием, бар екенсің ғой, көз жасымды көрген екенсің-ау, қасиетіңнен айналып кетейін жаппар ием. Бұлар мал жанға тыныштық бермей, мазан алған үйірлі қасқырды әдейі іздеп шыққан қорықшылар екен. Анау мынаудан аман есенсіз ғой әйтеуір деп асты үстіне түсе өбек болып жатыр. Ойбай-ау, мына кішкентай тоңып қалған жоқ па? Қасқырлар қалай қарай бет алды? Мұздай қаруланған қорықшылардың бет алыстарын байқаған келіншек, жоқ демеңдер, оларға тие көрмеңдерші. Жолдарыңа ақ жаулығымды жаямын. Ана сыйлаған халықтан екендіктерің рас болса, одан аттап өтпейсіңдер, қасқырларға тимейсіңдер. Келіншектің бұл қылығы қорықшылары қайран қалдырды. Әрқайсысы әрқилы түсінікте. Мына сұмдықты көзбен көріп, санадан өткеру оңай ма? Қорыққаннан жүрегі ұшып есі ауып қалған ғой деп, түйді сандырақтап жатыр деп ойлаған жастау біреуі. Тездетіп ауруханаға жеткізу керек. Тимеңдер деді. Ағыл-тегіл көз жасына ерік берген келіншек тағы да өтіне. Одан да мына өз тағыларыңды тыйып алсаңдаршы. Үдере ошарылған қасқырлар ендігі асуға жетіп те қалған шығар. Қуғанмен пайда жоқ. Әне-міне қараңғы түспек. Бос әурешілік. Одан да әйел ананың меселін қайтармай кері оралған жөн. Тездесіп орталыққа жеткізіп, тым болмаса ана мен баланың өмірін сақтап қалу керек. Қабырғалармен кеңесе келе осындай мәмілеге тоқтаған қорықшылар тобы дереу атқа қонған. Бет алыстары аудан орталығы. Бұл кезде төс-төсіне көтеріле бастаған жаяу бұрқасының алдына түсіп алып, түстікке қарай жосыла жортқан үйірлі қасқыр тобы жатаған таудың күнге жақ беткейіне ілініп те қалған еді. Әңгіменің соңы.